Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Абайдың 35-ші қара сөзі. Мақшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейіт соларды қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғизат үшін, сый құрмет алмақ үшін қажы болғанды, молда болғанды, сопы болғанды, жомарт болғанды, шейіт болғандарды бір бөлек қояр дейді. Ахиретке бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппақ үшін болғандарды бір бөлек қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мырзеке, батыреке аталмақ үшін өнер қылып едіңдер. О дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең харап болған, сонымен қылған өнерлерің де бітті. Енді мұнда құрмет алмақ түгіл сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім, не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіңе ахиретті ұстап, дін ниетің дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарып қылдыңдар деп. Ана шын ниетіменен орнын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды істеп малдарыңды, өмірлеріңді сарып қылып едіңдер. Мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар, дайын, кіріңдер. Һәм ол разылықтарыңнан басқа, осы мақшар ішінде сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да іші еріп, ынтық болған достарың табылса, шафағат қылыңдар деп айтар дейді. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға көп рахмет.